Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қолжетімді ақпараттың негізінде мәліметтерді талдау. Сабақтың мақсаты электронды кестені қолдана отырып, есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану. Математикалық функциялар қарапайым және күрделі математикалық есептеулерді орындайды. Мысалы, ұяшықтар диапазонының қосындысын, санның абсолютті шамасын есептеу, санды дөңгелектеу және тағы басқа. Математикалық функцияларға корень, степень, целые, частные, остат және тағы басқа функциялар жатады. Функция жанындағы жақшаның ішіне функцияның аргументі жазылады. Функция аргументі ретінде сандық константа, ұяшықтардың адресі немесе ұяшықтар диапазоны болуы мүмкін. Оқушылар 77-ші беттегі бірінші мысалды қарастырып өтейік. Excel бағдарламасындағы sum функциясын қолданып, сандардың есебін шығарамыз. Яғни, Excel бағдарламасында sum функциясын пайдаланып, сандардың қосындысын есептейміз. Біз A1-ден A5-ке дейін алдын ала сандарды енгізіп алдық. Одан кейін қажетті ұяшыққа меңзерді орналастырамыз. Және басты менюіндегі редакциялау панеліндегі мына көрсетілген аптасума белгішесіне апарып, тінтуірді шертеміз. Міне оқушылар A1-ден A5-ке дейін ұяшықтарды қамтитын формула пайда болды. Енгізу батырмасын басып, нәтижесін алайық. Міне 30 деген нәтиже алдық. Оқушылар 78-ші беттегі екінші мысалды қарастырып өтейік. Остат функциясын пайдаланып, 4 мысалды қарастырып өтетін боламыз. Біз түсінікті болу үшін үстіңгі жағын жазып алдық. Енді мына жерге 10 санын жазып көрейік, және 3-ке бөліп көреміз 10-ды. Ал S3 ұяшығына остат функциясын жазамыз. Әуелі теңдік белгісін қоямыз. Және A3 V3 Міне қалдық бізде 1. S3 ұяшығына остат функциясын 1 рет жазып алдық. Енді біз қайталап жазып отырмаймыз. Мына ұяшықтың төменгі жағы белгішесінен тышқанмен қысып ұстап төмен қарай сырғытамыз. Міне. Енді кезекте мына ұяшықтарға сандарды енгізіп отырамыз. Міне осылай ары қарай жалғастыра беруге болады. Мына жағынан S бағанынан, яғни қалдықтар шығып отырады. Енді кезекте мына мысалды қарастырып өтейік. Корень, степень, целые, частные функцияларын пайдаланып көреміз. Әуелі біз көрсетілген сандарды енгізіп алайық. Берілген сандарды енгізіп болдық. Енді кезекте V бағанына функцияларды жазып шығамыз. Әуелі теңдік белгісінен бастаймыз. Одан кейін A1 Enter батырмасын басамыз.
Бұл жерде біз математикалық функцияларды пайдаландық. Енді нәтижесін салыстырып көреміз. Нәтижеміз бірде орындалды. Ал енді оқушылар өздерің практикалық жұмыс жасап, кітаптағы мысалдарды қарастырып көріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.